менің сұрағым осы ауыл шаруашылық министрі и су министрлігінің өкілдеріне. Бірінші сұрақ, мына мен депутаттық сауал жолдаған болатын, солтүстік Арал теңізіне байланысты. Бір деңгейлі, екі деңгейлі нұсқасына байланысты. Министрді айтқан сараптамадан шыққаннан кейін жауап береміз, қоғамдық тыңдау жасаймыз, елмен ақылдасамыз деп. Ал енді кеше келіп отыр, міне Қанат Бозымбаевтың қолымен екі деңгейлі нұсқасы қабылданды деп. Бұл не деген сұрақ? Значит, мен балықшылардың айқайын, жан айқайын жеткізген болатын. Бір деңгейлі теңіз болса, мысалы, бірінші вице-министрдің берген мына жерде мәліметіне байланысты, солтүстік Арал теңізінде 60 миллиард су жиналады. Ал екі деңгейлі теңіз болса, бар болғаны 30 миллиард су жиналады. Балықты өсіру мәселесі. 20 мың тонна балық ауланады екен, бір деңгейлі болса. А екі деңгейлі болса 14 мың тонна. Осы цифрлардың өздері айтып отыр, бір деңгейлі теңіздің жаңағы өте тиімді екен. Ал енді заңның жобасында негізгі мақсат осы балық өсіруді ғылыми қамтамасыз ету, балық өнімдерін арттыру, және экспортты арттыру ғой. Үш мәселе, үш мақсат көзделіп отыр. Осыған байланысты мен су министрлігінің жауабын онша түсінбей отырмын. Соған жауап берсе, сараптамадан өтпей жатып, неге отыр? Екінші сұрақ. Біз шілде тамыз айында солтүстік Арал теңізінде болдық, балық болған жоқ. 9 завод бар, 24 цех бар. Бәрінде балық болған жоқ. Ғылыми зерттеу институты бар бізде. Сіздердің нұсқама беріп отыр. Қай уақытта балықты аулау керек, қай уақытта балықты аулаудың қажеті жоқ. Неге осы нұсқаманы жағы орындалмайды? Сол мәселе ауыл шаруашылық министрлігіне. Сосын браконьерлікке байланысты мәселе бар. 8 Депутат Жайымбетовтың микрофонын қосыңыз. Аяқтаңыз енді, сұрағыңызды беріңіз. Мысалы, браконьерлерді ұстайды, 8 ай, 9 ай бойы сот процесі өтеді. Ол шіріп кетеді ол балық. А неге сол балықты бірден жаңағыдай сатып жібермеске, сосын барып шығынды сол браконьерлерден ұстамасқа? Ондаған 20 тонна жаңағы фурамен ұсталады солар. Сол үлкен процесті, соны шешу керек деген бір жыл бұрын мен ұсыныс айтқам, әлі сол мәселе шешілмей жатыр. Рахмет. Ауыл шаруашылығы министрі, әуелі министрлігінің жауабын күтіп алайық, содан кейін су министрлігі. Сұрағыңызға рахмет. Негізгі екінші сұраққа байланысты, ол енді сот материалы болмайтын болса, ішкі істер министрлігі іске қозғағаннан кейін өздерінің тәртібі бойынша вещественное доказательство дейтін басқа вещдоктегі есебінде ұстайтын шығар. Олардың құзыретіндегі дүние, сондықтан біз оны әлі солармен бірге талқылап көрейік бұл мәселелеріңізді. Екінші жаңа айтып отырсыздар, біздер негізгі обоснованиені институт береді, бірақ биылғы жылы біздер көріп отырмыз. Мысалы, Каспийден де бермен қарай жайыққа келіп балықтың өтуі, оның естественно воспроизводствосы азайып бара жатыр. Соған байланысты оның бірнеше факторлары бар. Соған байланысты балықтың азаю факторлары бар. Оны біздер өзіміз координационный советте қарап, қазір 14-ші осы қарашада тапсырма нақты бердік. Енді бассейн инспекцияларымен, сол жаңа научно-исследовательский институттардың өзіміздің центріміз оны жіктеп қарайтын болады. Негізі естественный процесс бар азаюдың балықтың. Су ресурстары және ирригация вице-министрі осында. Бірінші сұраққа жауап беріңіз. Құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті депутаттар, мынау солтүстік Аралды қалпына келтіру екінші кезеңі бойынша қазір таңға техникалық экономикалық негіздемесі әзірленіп, мемлекеттік сараптамадан өтуде. Ол техникалық экономикалық негіздемеде негізгі екі шешім бар. Оның ішінде бұл жаңағы екі деңгейлік бөгет салу, немесе жаңағы Көкарал бөгетін ұлғайту. Қазір таңға мемлекеттік сараптаманың әлі оң қорытындысы алынған жоқ. Осы жылдың аяғына дейін алуды біз жоспарлап отырық. Негізінен қазірге ол жаңа екі шешімнен әлі шешім қабылданған жоқ. Нақтысы біз мынау жаңа сараптаманың оң қорытындысын алған соң, осы жылдың аяғына дейін Қызылорда облысына барып қоғамдық тыңдауды біз жасауды қазір жоспарлап отырық. Одан бөлек осы желтоқсан айында мынау
су кеңесінің отырысында осы мәселені арнайы талқылап, мұны сол жерде нақты шешімдер қабылданады. Қазір таңға Кіші Аралдың деңгейі 2022 жылы 18 миллиард текше метрді құраған болса, бүгін күнге оның көлемі 22 миллиард текше метрді құрап отыр. Негізінен жоспар мынау 28 жылға қарай бұның көлемін, судың көлемін 27 миллиард текше метрге дейін жеткізу. Ары қарай жаңағыдай екінші кезең құрылысы жүргізілетін болса, жаңа айтқанда екі деңгейлік жаңағы бөгетте 35 миллиардқа текше метрге дейін ұлғаятын болады. Сондықтан әлі нақты қанша деңгейлік болатын әлі нақты шешім қабылданған жоқ. Бұл жаңағы қоғамдық тыңдау нәтижесімен және мынау су кеңесінде қабылданған шешіммен нақты шешім қабылданатын болады. Рахмет.